Ассалаумағалейкум көпшілік. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгінгі саяси сараптамамызды бастап кеп жіберейік. Бүгін Нью-Йорк шаһарынан, енді көшенің бойынан тікелей эфир жүргізуімізге байланысты дыбыстың сапасы нашарлау болса, шуыл көп болатын болса, айыпқа бұйырмаңыздар. Орыс пен Қытайдың ортасында қатынаста таңғажайып бір құбылыс болды. Осыны біраз қысқа нұсқа анализ жасайық. Кешегі лекциямызда Қытай басшысы Си Цзиньпиннің орталық Азияға, яғни Қазақстанға қорғаушы болғысы келетіндігі, Қазақстанды сыртынан меншіктеніп, енді сенің қорғаушы құдайың мен боламын деген мәндегі сөзді ресми ашық айтқандығы туралы сөйлеген болатынбыз. Қазақ қорғауға мұқтаж беді. Си Цзиньпин бізді кімнен қорғамақшы? Путиннен қорғамақшы ма? Ендеше бұл сұмырайдың ар жағында қандай ниет жатыр? Арыстаннан құтылып, жолбарысқа тұтыламыз ба? Мынау аталмыш біздің сұмырайлардың ендігі қазаққа көрсететін қорлығы Қытай арқылы болмақшы ма? Қаңтарда қанды қырғын жасаған зұлым билік енді зұлым Қытайдың зұлымдығы менен қазақты онан арман қақсата түспекші болып отыр ма? Ал бұл кешегі лекциямыздағы сөзіміз еді. Бұны енді қайталамаймыз. Оның алдыңғы күнгі лекциямызда да басқаша осы туралы бір ақпараттарды айтқанбыз. Бүгін сол Қытайдың ортасындағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиналысына қатысты айта отырып, әрі Америкаға қарсы одақ бола отырып, осы екі империя бірімен бірі енді ұстаса бастағандай. Әсіресе Қазақстанда енді екеуі ресми түрде Қазақстанның билігінің, яғни мынау Құлғытанның тұқымдары билеп отырған Қазақстандағы кешегі орыстың КГБ-ның фильтрінен шыққан сұмырай ұрығары қарақшылардың енді Қытайға қарай жалт беріп бұрылып, енді сол орыс құлдықтан Қытай құлдыққа ауысқалы тұрған осы бір өтіспелі кезеңінде орыс пен Қытайдың ортасында кәдімгідей Орта Азияға талас болғандығы бір белгісі біздің ендігі әңгімемізден білінеді. Ал бізбен бірге бол, сөзімізді тыңдаңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар. Мынау өткенде бір лекциямызды айтқан болатынбыз. Қытайдың жаңағы орысқа көмек беріп жатқандығын жасыруға, жабуға, мүмкіндігінше оны құпия ұстауға Қытай мүдделі болып тұрдағы, сол Қытайдың орысқа көмектесіп жатқандығын әшкерелеуге, айтуға, соны дүниеге жеткізуге орыс мүдделі болып тұр. Орыс Қытайдан көмек алуға мұқтаж болып тұр. Себебі орыс дүниеде қазір жалғыз қалды. Оның сол қолдайтын бірнеше ыстан-пыстан деген сол орыстың кезіндегі бодандары, құлдары ғана қалды дағы. Ал Қытай, Индия орысты ашық қолдаудан қорқып отыр. Бірақ әсіресе Қытай ашық қолдамайын десе, Америка өзінде тығырыққа тіреп, бұрышқа тақап, Тайван мәселесінде Қытайды қинап тұр. Сол мәселеге байланысты, мынау сауда дағдарыс, экономикалық санкциялар, мынау тағы басқа да әңгімелер бойынша, бұл Қытай менен Американың ортасындағы кәдімгі текетірес ол қатты жүріп жатыр. Енді осы мәселеге байланысты Қытай Американы кәдімгі жек көреді, әсіресе Америкамен одақтастықтың аясы барған сайын тарылып келе жатыр. Осы тарылғанның үстіне тарылып, оған мынау Си Цзиньпиннің сұмырай саясаты бар. Енді бұлар қысқасы өздерінше Америкаға қарсы антиамерикалық альянс, антиамерикалық одақ құрғысы келеді. Бірақ ол одаққа орысты кіргізіп, орыс Қытайдың жетегімен жүретін сондай бір одақ болайын десе, оған орыстың имперлік, шовинистік, өркөкірек, сасық кеудесі тағы бар. Соныменен өткенде Пекиндегі Ресейдің елшілігі бір сұмдыққа барды, таратып кеп жіберді. Оны және Қытайдың медиасында. Қытайдың Weibo деген, микроблог деген медиасында таратып кеп жіберді. Онда ол айтты, мынау Қытайдың дрондары, Украинаның жаңағы дронын анау-мынауын қынадай қырып жатыр. В общем, Қытайдың дроны керемет екен деп мақтаған Ресейдің медиасында жазылған мақаланы әлгі Қытайдағы Ресейдің елшісі жариялап кеп жіберді. Бұлай қарасаң Қытайды мақтап отыр.
Былай қарасаң Қытайды мақтап отыр. Ал шын мәнінде Қытайдың дрон жағынан Ресейге көмектескендігін әшкерелеп тастады. Міне әңгіме қайда жатыр. Ал бұған енді Қытай шошып кетті. Дронды беруін берді. Көмектесуін көмектесті. Бірақ шошып кетті. Неге шошуда? Себебі енді сен ақыры Ресейге сен дрон беріп көмектескен екенсің. Ендеше саған санкция салам деп енді Америка шығады. Ал Қытай, бүкіл Қытайдың элитасы, бүкіл байлар, бүкіл коммунистер, саясаткерлер, ең қарапайымы ауданның әкіміне дейін. Қытайдан да бәлем баймың аудан болса, соның әкіміне дейін олардың бәрінің ақшасы, ұрлаған, жырлаған байлығы бәрі түгелімен, тұтасыменен осы батыс елдерінде сақтаулы. Білесіздер, 80-ші жылдан бастап реформа есік ашқаннан бері Қытай сол бизнес жасады. Қысқасы, ең қарапайымы біз айтатын дамбал байпақтан бастап тіс шұқығышқа дейін әжетхананың қағазынан тартып, ең қысқасы түйме, ұсақ түйек, анау мұнау ине жіп сабаққа дейін бұл Қытай өндірді де, соның бәрін арзандығыменен жаңағы өздерінің дүниежүзі сауда ұйымының келісімдеріне қайшы түрде мемлекеттік көмек беріп, ұқсас тауарлардан арзанға сатып, кеденнің салығын кері қайтар, тауар өндіруші өз тауарын шетелге экспорттаса, оған кеден салығынан кері қайтарылған төлем арқылы сол тауарды өзі барған жердегі сол елде өндірілген тауардан арзан болатын қылу арқылы Қытай қысқасы дүниені арзан тауармен жаулады. Бұл халықаралық заңға қайшы еді. Халықаралық заңға қайшы болады. Дүниежүзі сауда ұйымының заңына қайшы еді. Енді сол Қытай әбден сол шетелмен қым-қуыт байланысы бар, әсіресе экономикалық байланысы бар Қытай Америка мен Еуропаның санкциясынан қорқады. Оны қорқытатын сол ғана, басқа ештеңе емес. Енді екінші бір сұмдық оқиға осы бірнеше күннің алдында болды. Екінші бір сұмдық оқиға. Ол қандай оқиға дейсіз ғой. Мынау Қытай компартиясындағы үлкен жетілік деген бар. Бұл үлкен жетілік мынау Қытайдағы коллективтік басқару жүйесі ғой. Кезінде бұны дың орнатып кеткен. Яғни политбюродағы жетеу сол жаңағы ақылдасып шешім қабылдады. Сонда Сиден кейінгі үшінші адам, яғни Қытайдың үшінші билеушісі, үшінші деңгейдегі билеушісі Ли Жаншу деген Ресейге барды. Енді сол Ресейге барғанда өздерінің бейресми сөйлесудегі бір сөзі. Бұғанға дейін не Қытайдың бірінші басшысы, не екінші басшысы ешқайсысы айта алмаған, айтпаған, және айтудан қорқып отырған бейресми сөйлесудегі сөзді жаңағы Ли Жаншу айтып тастады. Енді бұл бір қызық құбылыс. Бұндай әңгімелер әдетте жарияланбау керек. Бірақ оны Ресей медиасы жариялап тастады. Бастысы Ли Жаншудың оны айтқанында емес, бастысы Ресейдің оны жариялауында болды. Яғни Ресей Қытайды сатты. Ресей Қытайды бұғанға дейін жасырын көмек беруден, немесе Қытай мәселесінде бейтарап қалудан бәрінен Ресей жаңа тойды. Сен егер одақ болам десең, ашық Америкамен араңды суыт, ол санкция салса салсын, ақшаң күйсе күйсін, қысқасы сен біз жаққа ашық шық деген талабын көрсетіп отыр. Енді бұл жерде Ли Жаншу не айтты? Біріншісі ол бүйтіп айтты. Америка мен НАТО Ресейдің есігінің алдына дейін келді. Ресей өзін қорғау үшін тиісті сақтық шараларын қолдануға мәжбүр болды. Біз оған түсіністікпен қараймыз. Біз Ресейдің саясатында жаңағы біз оған тиісті цыйын боламыз деді. Енді бұл жерде бұның қолданған сөзі әскери термин. Көп адам оны орыстардың өзі оны дұрыс түсінді ма мен білмеймін, бірақ бұл жерде ол айтқан цыйын деген сөз, ол біріншіден цы деген сөз ескі Қытай термині, цыйын деген сөз. Бұл цыйын деген сөздің жалпы мағынасы әскери одақтас жаумен соғысып жатқанда ортақ жауға ұқсамаған екі күш, екі ұқсамаған жерде, екі ұқсамаған бағытта әлгі ортақ жауға шабуылдау, немесе жауды жеңуге тырысу дегенді білдіреді. Мысалы, біреусі жаңағы жаудың арғы бетінен таудың арғы жағынан соғысқанда, біреусі мына жақтан жаудың артқы шебінен соғыс салу, қысқасы жауды, ортақ жауды одақтасып отырып жеңу, ұқсамаған тұрғыда, ұқсамаған майданда соғыс ашу дегенді білдіреді. Міне, бұл цыйын деген сөз. Бұл ескі, Қытайдың өте ескі әскери термині, бұл ескі Қытайдың әскери жазбаларында болған дүние.
Бұл әңгіме сонда тұр. Бұл жерде С деген саясат деген сөз, ен деген жауап беру деген сөз, жалпы екі сөздің біріккендегі беретін ескі термин сондай. Ескі термин сондай. Ал бұл жерде мынау Ли Жаншу дегеннің аты да қызық. Қытай тілінде. Ли енді фамилиясы ғой. Ал Жаншу деген сөз соғыс кітапнамасы деген сөз, жан деген соғыс, шу деген кітап, хаттама деген сөз. Ли Жаншу деген сөздің өзі әдетте бір мемлекет тарихта, ескі Қытай жазбаларында екінші бір мемлекетке соғыс ашам дегенде мынандай талабым бар, сен бүйтпедің, айтпедің, енді мен бүйтем де сөйтем деп кәдімгі соғыс туралы ультиматумдық сипаттағы жазатын ескі тарихи кездегі хаттамаларды, мемлекеттік ескертуді, немесе соғыс туралы нотаны Жаншу дейді. Мұнаның аты сол, Ли соғыс нотасы. Бұл ертеректе жаңағы Қытайдың ескі заманында бұлар енді ұсақ елдер болып бірмен-бір, біз былайша айтқанда Еуропада кішкентай князьдіктер болғаны сияқты, бұлар сөйтіп ұсақ елдер, одан үлкен елдер болып, бұлар бірмен-бір көп қырылысқан, бірмен-бір көп соғысқан халық қой. Бұның аты да сондай. Си Цзиньпин бұның атын ырымдады ма, болмаса өзі сондай бір Сидің командасы болды ма, мен білмеймін, бірақ бұл енді Қытайдың үшінші адамы. Қысқасы Сидің командасы, және бұл оның үшінші адамы. Енді сұмдық енді. Бұның атының өзі сойқан бап тұр ғой. Қысқасы Си бұғанға дейін жаңағы соғысқақ төбет, арсылдақ қасқыр дипломатиялық саясаты дегенді қолданды. Одан бұрын жаңағы Жау Лижан деген есек басты қолданды. Пакистанда жүрген жай бір консулдықтағы жай бір хатшы болып жүрген сұмырайды Твиттердегі Еуропа мен Америкаға қатқан қатаң сойқан жаңағы мәлімдемелеріне байланысты өсіргеннен өсіріп Сыртқы істер министрлігінің жаңағы баспасөз баяндамашысы қылып тастаған. Енді жуырдан бері ол қатынын ұрды дей ма, соттасты, сотқа түсті дей ма, психикасында ауытқу болды дей ма, қысқасы ол жуықтан бері біраз боқсасып айдалада қалды. Енді мынау шықты. Бұғанға дейін Қытай медиасында бұл Ли Жаншу деген сұмырай көрінбеген. Тіпті жұрт оның дауысында бірінші естіп отыр. Тіпті оның дауысын естіген, сөйлеген сөзін естіген адам таңырқайды. Неге? Мынау Қытайда әдетте білімді адамдар, әсіресе мына бұрынғы өткен шал-шауқан кемпір-кешек емес, кәдімгідей осы замандағы білімді адамдар мына Пекиннің ортақ мандаринін сөйлеуге тиіс болады. Қазіргі мына замандағы адамдарда ортақ Пекин мандариншасы емес, кәдімгі ауылбай тіліменен, ауылдың диалектімен сөйлеп отыр. Бұл кәдімгі ауыл диалектісіменен сөйлеп отыр. Әдетте ауыл диалектісімен сөйлеу бұл енді біраз Қытайдың осы замандағы жастарына тән қылық емес. Бұл кәдімгідей өзінің ауылының диалектісінде сөйлеп отыр. Одан кейін бұғанға дейін оның жаңағы видеосы, дауысы халыққа таныс емес адам болды. Бірақ үлкен жетіліктің үшіншісі. Ал енді оның сөзін Ресей жариялап тастап отыр. Ресей қысқасы Қытайдың басын боққа тығып отыр. Ресей енді Қытайды сен Америкамен екі ортада жаңағы шешім қабылдай алмай, Америкаға да жақын кеп, бізге де жақын кеп, бізге қарумен, қаржымен көмек беріп, бірақ оны жасырын ұстап, мына жақтан Америкамен жақсы болам дегеніңді қой. Қысқасы не біз жақ, не Америка жақ бол деп ашық айтып тұр ғой. Қысқасы міне. Қысқасы орыстар Қытайды сатты. Енді Қытайдың орысқа көмек бергені, қаржылық көмек бергені ол екі бастан айқын. Соңғы кезде Ресейдің бүкіл Қытайдан сатып алған жаңағы әскери техника емес, автомобиль, КАМАЗ, жүк машина, жаңағы моторлы көліктің моторлары сол сияқты сатып алған. Тіпті Ресей шетелден енгізетін автотехниканың 90%-ын Қытайдан алатын болған. Міне, 90%. Ол не деген сөз? Ол не деген сөз? Оның барлығы неге пайдаланады? Ол бәрін бөлшектеп, запчасқа айналдырып, жаңағы неше түрліге айналдырып, әскери техникаға айландырады. Оның бәрін жаңағы КАМАЗдың моторы анау-мынау дегенмен оның бәрін танкісіне салады. Қысқасы, Қытай жаңағы Ресейге керекті заттарды жаңағы автокөліктің техникасы ретінде Ресейге беріп жатқаны, тіпті оның дрон жағынан көмектескені міне дүниеге жариялап отыр. Яғни Ресей Қытайдың өз жағына өтуін ашық қалап отыр. Ал Қытай Америкада тыққан байлықтарынан бүкіл коммунист, бүкіл жетіліктің өз, Сидің өз, бүкіл ақшасын шетелге тыққан сұмырайлар, бұлар Америкадан ашық жауласудан қорқып отыр. Жау болып отыр. Бірақ
Ресей сияқты масқара болып санкцияға салынудан қорқып отыр. Қысқасы әңгіме осында. Бұл енді қызық құбылыс былай қарасаң. Былай қарасаң қызық құбылыс. Анау Украиндар Ресейге тура сұмдық сұрапыл соққы берген тұста, Путиннің масқарасы шығып тұрған тұста, Си Цзиньпиннің баруы. Енді келіп оның Қазақстанға мен иемін, Қазақстанды мен қорғаймын деп, Қазақстанның қорғаушы құдайы болғысы келгені. Ол басқаға айтқан сөз емес, Путинге айтқан сөзі. Путиннің әлсіреген түсіні. Яғни Қытай мен орыс бұл арада Америкаға қарсы тұрғыда одақ болғанымен, ішкі жағында Орта Азияға таласқысы келеді. Ал Қытай анау дамыған экономикасын санкциядан сансыратып алғысы келмейді. Америкаға жалғыз қарсы тұра алмайтынын біліп, орыспен одақ болайын дегенмен, орыс пен Орта Азияға таласы тағы бар. Қысқасы, Қытай мен Ресейдің ортасындағы қарым-қатынас адам түсінбейтін осындай бір қым-қуыт қатынас болып тұр. Адам түсінбейтін, одақ дейін десең одақ, одақ емес дейін десең одақ емес, түсініксіз. Екі империя біріне-бірі келіспей, екі империя жаңағы бірін-бірі мойындамай, Еуропа мен Америка сияқты емес. Бұлар да диктаторлар, бұлар да жаңағы біріне-бірі сенімділігі жоқ, біріне-бірі 100% сенбейді. Қысқасы, осындай бір түсініксіз үш жақты қарым-қатынас болып тұр. Өткенде Американың Қытайға саясатында Қытайды Америка өзіне қарай тартып, Ресейді оқшаулау саясатын жүргізу мүмкін дегенді ойлап едік. Тіпті Иранды өзіне тартып, Ресейді оқшаулау мүмкін деген бір болжамымызды айтып едік. Бірақ өкінішке орай Ирандар ондай білімділікке, ондай саяси көрегендікке бара алмады. Иранның Америкамен одақ болуын Израиль қаламады. Ал еврейлердің Америкадағы ықпалының күштілігінен ең соңында Америкада сол Иранды 40 жылдық сол санкцияның батпағында тағы 40 жыл жатсаң жата бер деді. Ал Иранды Америка өзіне тарта алмағаннан кейін Иран автоматты түрде ол себебі Иранның Америкаға талабы анау ислам гвардиясы деген гвардия бар, президентке тіке бағынатын кәдімгі Иранның ең қанішер жаңа радикалдық исламдық топтағы, фундаменталистік топтағы, былайша айтқанда гестапо сияқты ұйымы бар. Америка оны лаңкестік, террористік қара тізімге енгізген. Иран осыны қара тізімнен алып таста дейді. Ал ол бүкіл Иранның билігін ұстап, байлығын меңгеріп отырған олар жаңағы бұл қара тізімдікте болғаннан қорқады олар. Ал сен бізді қара тізімдіктен алмасаң, біз сенімен одақ болмаймыз дейді. Ал оны алып тастауға Америка келіспейді. Қысқасы, бірімен бірі тіл табыса алмай, ымыраға келе алмай отырған мүдделік топтар. Американың оны қара тізімнен алмайтыны ол ұйымның екі қолы қанға малынды. Енді оны қанға малынған ол ұйымды болды сен судан тұнық сүттен ақсың деп ақтап алайын десе, жаңағы адамдық құқық ұйымдары бар, сындаушылар бар, қарсы топтағылар бар, басқа партиялар бар, медиа бар, одан қорқады. Ал енді олармен одақ болмайын десе, Ресейдің құшағына құлаған Иран Ресейді одан сайын күшейтіп отыр. Қысқасы дүние өсіп тұруға қысқасы осындай болып тұр. Қым-қуыт, алай дүние болып тұр енді. Жақсы, Нью-Йорк шаһарына баршаларыңызға сәлем. Менің енді лекциям осымен тәмам. Бөлісіп таратарсыздар. Аман, сау болыңыздар. Бөлісіп таратуды ұмытпаңыздар.